Қайырлы таң достар. Астана қаласы бұйырса бүгін индор өткелі жатыр. Индор Астана Сұлтан Базарбаев ұйымдастыруымен. Ал бүгін жеңіл атлетика сезонын бастаймыз маусымын. Қалай жағдай? Бүгін қандай халықаралық мейрам матчы бүгін? Бүгін Астана Индорға. Сол ма бүгін халықаралық? Ұйымдастыратын, иә. Керемет. Адам енді жиналып жатыр. Енді бұндай фотозона жасаудың өзі бір үлкен бір қаржы керек шығар деп ойлаймын енді. Мына жақта медальдары бар. Медальдің адаммен қараңдар. Кішкене бүйтіп көз жүгіртіп қарайтын болсаң, кезінде көп арнада өткізілген жарыстың медаліне кішкене ұқсайды екен. Бұл да бір үлкен еңбек. Мынандай дизайнның бәрін жасап шығару, әр нәрсеге жіктеп, жаңағы орын-орнына қойып, мына жақта кубоктар тұр, жаңағы эстафетаның. Жалпы бүгінгі жарыс бүгінгі күн өте қызық болмақ. Ал сіздермен бірге біз желаяқ, мен және де менің жаным досым Али. Сұлтан. Енді шақ болады деген үміттемін. Бүгін Астана қаласы 23 ақпан. Бүгін біз сіздермен бірге жалпы жыл маусымын ашқалы жатырмыз, яғни жүгіру маусымын. Бүгін жартысы Алматы қаласында Winter Run ашатын болса, жартысы Астана қаласында осылай манежде жүгіретін, яғни Индор Астана жарысымен басталғалы жатыр. Жалпы бүгін Астанада осындай керемет мерекелі көңіл күй деп те айтсақ болады, өйткені мына жақта ақырындап желаяқтарда жиналып жатыр, ұйымдастырушылар өзінің жұмысымен әлек болып жатыр. Бірақ дегенмен вайб өте бөлек. Барлығымыз үйреніп қалған, барлығымыз сағынып күтетін, және де барлығымыз өте жақсы көретін вайб. Сол себепті сіздермен бірге бүгін өте бір керемет көңілді күй өткіземіз. Осы экраннан алыстамаңыздар. Ал бүгін біз бастаймыз. Енді бүгінгі жарысқа кәдімгі өзінің аравасымен, өзінің тобырмен келген SN Running клубы. Бұлар жақында айтпақшы, алдыңғы демалыста Бурабай айс жарысына қатысып, жүлделі орын алдың, е? Құтты болсын. Қанша жүгірдің айтпақшы? 14 километр жүгірдім. 14 километр? Бірінші келдің ба? Бірінші келдім. Қалай жарыс, қалай болды? Бурабайда бірінші рет. Қызық енді жарыс дейтінім. Қалай айтсам болады. Атмосфера күшті, бірақ енді результатқа қиындау өте. Просто на лайте жүгіре салдың, саған қарсыласы болмады. Ешқандай қарсыласы жоқ. Учениктермен барып, учениктерімде бірінші орын алды. Ақшалай жүлде болды ма ол жақта? Ақшалай жүлде болды, иә. Қанша? 120 мың теңге. 120 мың. Бүгін қудыртамыз, жуамыз еще. Бұйырса. Здравствуйте, как ваши дела? Уже лучше. Как сходили в горы? Блин, в горах прекрасно. Так же хорошо, как и по дистанции во время бега. А как называлась эта тут гора? Пик Арисаба, Пико де Арисаба. Где она расположена? В Мексике. В Мексике? Угу. Да, так далеко. Просто алматинские пики уже надоели, потом же в Мексику. Ну, я, кстати, в алматинских пиках была мало, на алматинских пиках, поэтому еще многое предстоит. Ну, так сразу свысока зашли. И, кстати, добро пожаловать в Астану. Приехали. Спасибо. На Индор Ран. Султан, как дела? Отлично. Вообще спали ночью, нет? Часа полтора. Часа полтора. Ага. А сегодня сколько участников ожидается сегодня? Индивидуально у нас в зачете зарегистрировано вообще 120 было номеров, куплено слотов, но примерно 115 будет, потому что есть люди, которые не доехали из-за погоды, либо из самолет задержался, что-то в этом роде. Ну, таких, как я, наверное, вообще не было, который просто приехал, там этот контроль прошел, но самолет, короче, она улетела. Вообще, как сегодня праздник для вас, как ощущается? Но пока как бы праздник для, наверное, участников и зрителей, для нас все-таки это больше как работа. Ну, хоть и мы уже третий год проводим, но в любом случае каждый раз какие-то новые кейсы и постоянно какие-то новые у нас
так скажем, задания, да. Ну, в этом году как-то новые обновления, либо там новые фишки появились, нет? По фишкам у нас изменения в программе. Получается, на 600 метров появилось теперь. Мы добавили мужчины и женщины. Плюс у нас идет ежегодное увеличение призового фонда. Это благодаря вот спонсорам нашим. Плюс-минус мы также оставили формат, но у нас гонка критериум, если раньше был 200 метров, вот, который на выбывание, наш самый главный как бы, гвоздь программы, теперь 300 метров круг. То есть мы увеличили, чтобы было интереснее в плане, чтобы не только скорость, да, уже была такой основополагающим. Ну, потому что в целом этот формат, он делается под 300 метров. Мы в свое время его немножко под себя подстроили под 200. Сейчас я решил вернуться к 300, потому что 300 это как раз-таки та дистанция, когда нужна и скорость, и выносливость. 400 все-таки слишком многовато, потому что можно закислиться, и навряд ли 10 раз получится очень качественно забегать. У вас только любители, да, соревнуются? Или есть также профики? Ну, у нас только любители по регламенту. Мы, получается, не допускаем спортсменов, которые выступают на чемпионатах, кубках РК, в зачете, например, областей. Только если в личном зачете могут выступать. Но это они должны нам предоставить так документы, что они выступали только в личном зачете, например. Последние 2 года. А вообще в планах в будущем есть, чтобы этот профики тоже участвовали? Да, есть. Мы в этом году хотели пригласить вообще женскую элиту на 1000 метров. То есть, в принципе, мы писали нашим девчонкам, но не совпадают сроки. Видите, у многих сборы. Да. У многих чемпионат Казахстана, например, вот Арина Гладышева, условно, она при Усть-Каменогорске. Но не в приоритете, да, у них? Не то, что в приоритете, наверное, все-таки важнее, да, может за зарплату там побороться, там, за зачет области. Плюс у нас была идея позвать Нигину Тухтаеву из России и Дину Александрову, но Дина уехала, сейчас она в Великобритании, потом улетает в Кению. А Нигина, она может приехать, но, видите, она одна, как бы. В том году у нас Эльвира бежала, например, вне конкурса. Да. В этом году мы тоже хотели, да, ее, но Эльвира, она говорит, я не готова. Опять же, то есть многие спортсмены, там, Вика Сергеева тоже, в принципе, сказала, что как бы, не в приоритете, да, что турнир, поэтому как такового не получилось собрать участниц, но мы планируем все-таки сделать отдельный для них зачет и забег, и призовой фонд отдельно сделать. А вообще в целом именно на этот проект Индор Астана, какие большие планы? Допустим, через 10 лет, как вы представляете все это? Ну, было бы неплохо, давайте помечтаем сейчас Индор МИД, да? Нет, на самом деле проект уже, точнее, прототипов уже очень много. Мы даже можем взять, например, в России, да, вот турнир «Скорость», если кто знает, беговое сообщество в Москве, Дима Тарасов, директор. Классный турнир, хорошие призовые, там хороший уровень, то есть там и профессионалы выходят на них на дорожку. Но, опять же, у них, например, согласовано с Федерацией легкой атлетики Москвы. У нас, к сожалению, пока только коллаборации нет, потому что, ну, по определенным причинам мы проводим это все частными силами, ну, как вы видите сами. Хоть у нас судейский состав достаточно хороший, то есть, да, у нас главный судья МСМК, судья международной категории Роман Валиев. Но по вот этим бюрократическим, так скажем, моментам мы не можем пока никак согласовать это с Федерацией легкой атлетики. То есть для того, чтобы продвигаться и масштабироваться в плане статуса турнира, да, то есть это чтобы был какой-то календарный турнир или там республиканского условного значения, это нам нужно коллаборацию с Федерацией легкой атлетики Казахстана и города Астаны. Но пока у нас такой коллаборации нет. А вообще про федерацию, что ты можешь сказать вообще? Про федерацию... Про минусы, про плюсы мы же как бы... Ну, например, за правду, так сказать. Федерация легкой атлетики Астаны, мы когда просили, то есть мы хотели сделать турнир, чтобы ребята могли выполнять разряды, например. Но для того, чтобы выполнять разряды, наш турнир должен быть включен в календарь забегов городских. И здесь должен работать состав полностью, который работает, например, на чемпионате Казахстана, по судьям. Опять же, тогда ответственность перекладывается на проведение на Федерацию легкой атлетики. Но они, как в этом году, условно, они отказались брать под себя ответственность проводить. Почему? Не знаю. Почему? Вот. Плюс, да, у нас есть, условно, в том году мы работали с поддержкой Акимата и управления физической культуры и спорта города Астана, помогали, да, то есть это пресса, это было телевидение, Хабар, телеканал Казахстан, скорая, там, да, помощь, вот, ДЧС, да, то есть какие-то, ситуации пожарной безопасности. В этом году, в принципе, мы также делали запрос официально через ЕОТНШ, как бы нам, ну, то есть согласовали. Но, в принципе, если так разобраться, по большому счету мы плюс-минус делаем все сами. Единственное, что я хочу сказать, большую благодарность руководству комплекса и Центра олимпийской подготовки, которые нам идут навстречу в плане аренды манежа. Снизили, да? Или просто бесплатно? Нет, не бесплатно.
Хотелось бы, конечно. Ну, видите, все-таки мы являемся как частные, как частники, да, то есть я провожу как индивидуальный предприниматель. Если вот посмотреть по документации, да, даже по положению, то есть у нас организаторы ИП Базарбаев. То есть, опять же, да, мы ИПшники. То есть, соответственно, это у нас коммерческий турнир. У нас получается коммерческий турнир, потому что у нас призовой фонд денежный. Вот, и все эти деньги — это частные средства. Это средства, то есть это стартовый взнос участников, плюс спонсорские деньги. А можем ли мы тут раскрыть сумму вот эту вот аренды, вот этого манежа? По аренде, ну, стоит 200 тысяч в час, это открытая информация, она есть в любом источнике. То есть пресс-курант можете зайти в центр подготовки, 200 тысяч тенге в час стоит проведение турнира. Классно. Желаем удачи сегодня, чтобы все на высшем уровне прошло. И главное, чтобы каждый год ваша вот эта вот организация, она собирала всю аудиторию казахстанскую, чтобы она выросла на мировой уровень. Почему бы не помечтать, да, это же бесплатно же. Ну, мы, конечно, хотели бы, от себя добавлю, да, чтобы к нам, правда, приезжали регионы с разных регионов. То есть у нас в том году было достаточно хорошее количество клубов, да и в этом году в целом тоже, да. Ну, то есть единственное, что у нас, например, там алматинские команды выбирают один старт, ну, один год, например, один клуб выбирает старт наш, да, другой год другой клуб, но база бега, вот они 2 года подряд приезжают. Но узбекская команда, они вот первый год приезжали, и вот в этом году приехали, в прошлом году их не было. Точечно только были. Конечно, мы хотим, чтобы все приезжали участники. Да, и мы готовы еще там добирать участников до 200, например, человек. Конечно, у нас нет такого масштаба, как у мастерс, потому что у нас нет такой возрастных категорий. Но наш формат, мы все-таки за быстрый бег. Мы хотим быстрый бег, быстрые секунды, мы хотим классные призы, потому что у нас призовые растут, но все-таки там в этом году, да, у нас, например, там, на критериуме 80 тысяч за первое место, на обычных дистанциях 50 тысяч, ну, за абсолют. Ну, как бы деньги, конечно, не сильно большие, но я думаю, в рамках Казахстана, я считаю, это что нормально. это достаточно приличные призовые за 9 минут получить 50 тысяч тенге. Хотя бы дорогу можно оправдать. Вот, поэтому мы хотим, да, чтобы любители не боялись бежать, даже не те, которые не претендуют на призовые, не боялись бежать, приезжать, пробовать себя в манеже, потому что, во-первых, у нас манежей мало в Казахстане, это тоже проблема. Я всегда поднимаю этот вопрос. У нас не во всех регионах есть такие комплексы. Пока у нас есть комплекс, пока мы можем пользоваться нашим комплексом, пока есть возможность, надо участвовать и самим стараться как-то развивать, поднимать любительский бег. Кстати, друзья, если у нас среди зрителей есть предприниматели, то давайте поддерживать Султана Базарбаева, но и не только Султана, но и всех организаторов, да, чтобы общими усилиями мы поднимем наш легкий спорт, легкоатлетический спорт, да? Да, на новый уровень. Мы можем это сделать на самом деле. Да. В принципе. Но спонсоры тоже влияют на это. Конечно, да. Но в этом году нам очень сильно повезло, и большой рахмет. То есть вот они сегодня будут и озвучены, и показаны. Поэтому в этом году большая помощь. И помощь от Копы Стор. 2-й год подряд они предоставляют площадку по выдаче стартовых номеров. Предоставляют подарок сертификаты для победителей и призеров в возрастных категориях. Ну, это тоже очень ценно. Ценим их вклад. Такой большой уже такой магазин, бренд. Тоже очень классно. Все, рахмет. Вам рахмет. Удачи. Бүгін бізбен бірге Ран Заебал. Здорово, Заебал. Как дела? Нормально. Вы прям сегодня заряжены? Прям? Конечно. Классно, классно, да. Че, как ваши дела? Ничего, отлично. Потихонечку, вот человек говорит, растем, да, развиваем. Все, в принципе, А нравится. сколько купили вот эту вот? Вот эту? Чудо из чудес. Не, вот эту вот. Ну ладно, и тот, короче. Все подарили. Все подарили. Да, вот- Познакомьте нас, пожалуйста. Это мне везет. Ага. И с братом, и с девушкой, все. Они видят и вкладываются в меня, короче, поддерживают. Хотя бы с братом познакомьте. Возможно, тоже нам Заказывай подарят. дизайн у него, white куб. Ладно, ладно. Да, давайте хорошего кадров, контента. Біздің досымыз Ран Заебал дейтін контент, сонда әдемі жаңағы әзіли контенттер шығарады. Все. рахмет. Какой у вас сегодня работа? Что вы будете делать? Я сегодня на хронометраже Судья. буду фиксировать ваше время. Ага. Вернее, их время. Не главный судья или... Нет, главный судья вот. Главный судья. Все, классно. Я помощник. Нұрлы? Қалай, қуанып жатсың ба? Алматылық қасқырлар келмей қалып, таудан түспей қалып. Жоқ. Керісінше қызық болады негізі. Мен кеше Истай, Султан неге қатысты ғой ЧК-ға. Қазақстан Республикасының чемпионатына. Сол кезде бірінші забегте қарап отырсам, деңгейі ондай қатты мықты емес та. Көбісі 9-15, 9-20. Егер
пачка үлкен болса бір-бірінің нәтижесін жақсартуға жақсы да. Керісінше олардың келген күшті болар еді. Жақсы бәсекелестік болады. Иә. Расскажите, у вас какой клуб? Я что-то впервые вижу сегодня. Майран. Это клуб, да, какой-то? Онлайн. Ага. Когда образовались? В августе нам уже год будет. Ага. Наш тренер Илья, Илья? который сейчас чуть-чуть далеко от нас. Ага. Мы представляем наш клуб Майран. Девочки рисовали плакаты. Вот наш флаг. Ассаламу алейкум, брат. Как дела? Ничего, привет, Рахмет, как сам? Нормально, нормально. Что сегодня? Какой контент будешь делать? Ну, как обычно, классный контент. Ага. Зрителей ждет много экшена. Ага. Надеюсь, сегодня обойдется без падений. Ага. Как сами? Нормально, нормально. Что, Рад как видеть. продвигается триатлон в Астане? Ничего, в целом нормально. В этом году старт будет, да, дай бог? Половинка будет. Представители Федерации города Астаны триатлона здесь. Ага. Можно будет у них уточнить. Но Федерация проводит, да? Да, 13 июля. Готовьтесь на старт. Увидимся. Я думал, частная организация, типа там BI поддержит, либо там этот, ну как в том прошлый раз. Ну, я не знаю. В принципе, должны спонсоры подключаться, я думаю. Насчет BI точно не могу сказать. Это может быть... Ну, это не в моей компетенции. если Но честно. точная дата известна, да, уже? Точная дата известна, 13 июля, представители Федерации здесь, можно у них тоже уточнить. Саламатсыз, қалыңыз қалай? Бір-екі сұраққа сізді. Бұйырса, біздің Астана қаласында триатлон өткелі жатыр екен, федерация, да? Иә. Сол жайлы кішкене қысқаға айта кетсеңіз, қалай болайын деп жатыр, қай күні, қандай ережемен деген секілді. Можете даже на русском, если қатты қиын болып жатса енді, рұқсат. 13 шілдеде өтейін деп жатыр. Осы наурыз айында ашамыз. Регистрация, иә? Қазақша айтып жатырмын ғой. Мен сізге көмектесіп жатырмын ғой. Ойланып айтсам. Жақсы. Енді Астана триатлон хаб деп аталады. Атау бойынша көп ойланғанбыз, бірақ енді ештеңе таба алмадық та солай қалдырдық. Ең басы өтіп жатыр ғой. Иә, енді Ironman қазір бізде жоқ қой, Қазақстанда. Сол үшін енді біз триатлон федерациясы болғандықтан осы бағытты дамытуға үлес қосып жатырмыз. Қолдарыңызға алдыңыздар. Иә. Керемет. Енді осы бірінші старт, триатлонның бірінші старты, осындай үлкен халықаралық деңгейдегі деп ойлаймыз. Келесі жылдары осындай өзінің жалғасын табатын шығар деп ойлаймыз. Тошнотная дистанция вообще. Надо навернуть бауырсаков. Басталды. Таяқ жерге тасталды. Қыздардың темпі мықты. Бөлек деңгей. Бірге жүріп келе жатырмын, бірақ мынау темпен керемет. Өте тез. Сонымен қазір бірінші айналым бітіп, екінші айналым кетіп бара жатыр. Соңғы 100 метр қалды. Финишқа жетуге. Енді бұл жақта өте қарқынды жарыс болып жатыр. Реги. Беріп қойды. Өте керемет бәсекелестік екеулердің ортаңызда. Қалай болды жалпы? Что скажете? Ой, все супер. Было Какие интересно. планы держаться за ней до конца или как? Ну, я был план своего темпа. Но я понимала, что обгонять ее, это значит бежать быстрее. Не по плану, рискованно на 1000. Ну, да, терплю, Диана молодец. Мы с ней... Рекорд турнира. Сколько? 3:15. 3:15. Класс, еще рекорд турнира. В прошлом году было 3:20, сейчас 3:15. А у вас какой беговой клуб? Ранскул. Ранскул. Классно, классно. Поздравляю. Уже
жоспар 3-15 болған. Аха. 3-15 или 3-16-да келдім қайтем. Аха. Әрине бұл жылдам жақсы уақыт болмаса да, керемет болды. Осы командада Айнұр сияқты мықты қыздар болған тамаша. Жалпы бұл жарыста өзіңіздің осы метрде, 1000 метрлікте өзіңіздің алғашқы рет сынау. алғашқы рет. Сонымен қазір 1 мильге жарыс басталды. Ерлердің арасында. Қандай тактика? Сонша уақыт бойы артына отырып келді жай демеді. Озып. Керемет. Но, Саня, ты хорош по-любому. Хорош. Добежал. Ассалаумағалейкум, брат. Есімің кім? Нұрсұлтан. Нұрсұлтан, Қарағанды қаласы. Қалай болды жарыс? Жалпы тамаша жарыс. Мен сені күтпедім, жаңа соңында сразу фыр етіп шыға кеттім. Қалдырдым ол күшті. Тактика сондай болды ма? Тактика енді ойдан келді соңында. Әйтеуір уақыт, күш. Жоқ, өзім Қарағанды қаласынан. Сол. Тренер бар ма? Тренер жоқ. Как дела? Как зовут? Как зовут? Азамат. Қазақша, орысша как статус? Бәрібір. Жақсы. Қалай жүгіріп шықтың деймін? Жеңіл, жақсы. Жоспар қандай болып еді бүгін? Какие планы были на этот забег? Попасть в чемпионат мира. Попасть в чемпионат мира. Еще. Попадаешь? Могу, да. Попытаюсь попасть. Все, поздравляю. Спасибо. Все вот эти вот аплодисменты, это для тебя. Досым кішкене дұрыс түсініп тұрған жоқ секілді ма, білмеймін, ортамыздағы связь қандай особо дұрыс болмаған секілді. Иди. Ваканда ма? Если Бог есть, сегодня 5 минут будет. Если что, ты заболел, если что, да? Поставь. На второе место вышел спортсмен под номером 50 Как вы думаете, вот этот вот лидер, он до конца это будет держать свой темп? Ну да. Мне кажется, слишком быстро начал. Хорошо идет. Вам не так? Начал быстро, в любом случае закислится, Ага. но, думаю, добежит так же, первый. Сонымен, соңғы 100 метр. Кім бірінші, мен бірінші ма, кім бірінші? Бәрекелді. Бәрекелді. Ал бұл не деген пачка? Бірінен бірі қалмай. Түп. Әне, Еркебұлан Аташев бұл жақында ғана осы ардагерлер арасында өткен жарыста чемпион болған. Біздің ағамыз Атыраудан келген, өте мықты желаяқ, өте жылдам желаяқ. Бүгінгі жарыста алғашқы үштікке кіреді деген үлкен зор үмітім бар. Тіпті сенімдім деп айтсам да болады. И позор. 5:30, это вообще... Игорь, вот смотрите, кого вы тренируете вообще. Вы видели, как он страдал? Я считаю, меня выгнать уже надо с клуба. Я недостоин у Игоря тренироваться. Позорю Игоря только. Не, ну вообще... Четвертый тяжело было, что-то... Мы начали по 33 секунды. Это быстро начали, на это самом темп 2:30. Очень быстро почему-то начали, я не знаю, зачем я сел за ними. Второй круг тоже 35. Голова горячая была, наверное. Походу, да? я... Надо было холодной головой начать. Да, тяжело. Потом меня поставило, и уже по 40, там, по 42 секунды даже уже бежал. Ну, типа, на тренировках я быстрее бегу. Ну, если бы ты хотя бы сохранил силы, наверное, где-то в тройке ты бы вошел, наверное. Я думаю, да. В этом году что случилось? Что с тобой? Почему так? Ну, я опять заболел, как обычно. Но это не отмазка, мне кажется, я просто плохо начал. Просто слабый, вот и все. Бірінші орын, esen рангтен жайды, екінші. Еркебұлан Аташев. Ай, жарайсың, жауынгер, желаяқ. План қалай болды? План бәрі бапкердің планы бойынша. Солайдан жүгіріп шықтым. Мына жақтан шеттен отырып, Нұрысбек айқайлап отырды ма саған, былай деп? Иә, тренердің айтқанын естіп отырдың ба?
истотке бәрі тренер тактикасы бойынша. Бірақ қазір Нуристан бір сөз естіп қалдым. Қандай сөз? Неде ұрысып жатыр? Не артыңа қарайсың дейді. Дұрыс, артыңа қарама. Артыңа қарамау керек, бірінші орын алу керек болды, абсолютно ұту керек болды. Тапсырма сол. Сонымен 2000 метрге жарыс басталды. Бір круг өтті, темп түсіп қалған. Эмоция ғой енді, бұның бәрі эмоция. Астаналық желаяқ. Ассалаумағалейкум. Жақсы шүкір. Ассалаумағалейкум. Че там, бүгін қаншаға жүгіресің? 3000 метр ме еді? Дайындық қалай? Сағат қаншада басталады? Сағат 11:45. 11:45. Біздің кунг-фу панда. Али. Біздің кунг-фу панда деймін. Так, у нас для лидера остается... Неки. Соңғы кругта өте тартысты жарыс болады қазір. Өйткені Кристинаның жүгірісі бұл деген бөлек деңгей. Уверенно. Және екінші орын. Асем Абылқасова. Свежие эмоции. Вы, кажется, на личник бежали, да, или как? Ну, я на двушку. Не помню свой личник. Ага. Я не бегала его. В том году был. Ага. Не помню. Ну, сейчас личник точно. Атап өтетін нәрсе бар ма? Дайындалу керек тағы да. Аха. Бұйырса, нормально. Бұл енді маусымның енді басталып жатыр. Шүкір, жақсы Әлі пикпей формаға жеткен жоқпыз. Иә. Так что... Жақсы жүгірдім, рахмет. Дайындалу керек. Бұйырса болады. Негізі сіздің основной дистанция қандай көбірек жүгіретін? Мен бұрын 5 километр жүгірем. Аха. Нұрспекпен тренировка істегем 5. Бірақ 2000 метрге бүгін алғашқы рет па? Алғашқы рет, иә. Болды ма? Жоқ, алғашқы рет. Стадионда да алғашқы рет. Сонымен 3 шақырымда алғашқы орынды бастап келе жатқан әкім. Ақсу жартылай марафонның жеңімпазы. Өте мықты желаяқ. Қандай жылдам темппен жүгіріп келе жатса да езуінен күлкі кетпей күлімсіреп келе жатқан желаяқ. Мінекей Қаныбек Ерсайын екінші орынды өте уверенно. Шаршама аза, шаршама аяқ қолың талса да. Және де біздің әкім көкеміз. Ақсуда бір қызықты оқиғаны айта салайын. Ол кезде әкім мырзамен танымаймын ғой. Сол кезде бәрі айтады, әкім келе жатыр, бірінші келді деп. Мен ойлаймын, Ақсу қаласының әкімі жүгіріп, бірінші орын келді деп, мен ана жерде кішкене таңырқап жүрмін ғой. Сөйтсем, әкім деген біздің ағамыз бар екен сондай. Сөйтіп Ақсу қаласында осы әкім мырзамен танысқан жайымыз бар енді. Енді достар, мен бұл жерде әкім мырзан көрсетпей қойын, өйткені бұл безоговорочно бірінші орында келе жатқан кісі, яғни сөзсіз бірінші орын деп айта берсе де болады. Әнекей 100 метр ғана қалды. Сонымен финиш. Бірақ енді біздің бүгінгі тамашалайтынымыз ол екінші орын мен үшінші орынның жарысы, өйткені бұл жерде бәсекелестік кәдімгідей өрбіп келеді. Мінекей артынан бала келе жатыр. Қаныбек Ерсайын қашып келе жатыр. Ерсайын ранен. Қуып жете ме? Қуып жете. Қуып жетті. 2 ма? 3 па? 3. Қателік па әлде? Не болды бұл қазір? Финиш қоспадым. Күш болды ма кішкене? Күш қалды. Әлде кеш бастадың ба, әлде ерте бастадың? Әлде ерте бастадым. Ерте бастағанда болады сеу. Соңғы 20 метрда ускорение бастадым. Сол да әсер еткен сияқты. Бірақ результат та слабы. Мен 9-10-ға дайындалғам.
Бірақ қазір уақыт 9:28. Жоспардан шықтың ба, шықпадың ба? Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Уағалейкум ассалам. Жақсы шүкір. План орындалмады. Көрген жоқсың күн ішінде. План орындалмады. 9:10-ның ішінде шығу керек болған. 9:15 ба? План орындалмаса, орындалып тұрмайсың. Брат, это ты, да, который вторым прибежал, да? Это я. Поздравляю, как зовут? Роман меня зовут, Роман Ураган. А какой клуб? Бег с удовольствием. Бег с удовольствием. Поздравляю. Спасибо большое, классный забег, прям все пошло. Тактику выбрал начать спокойно и потом раскрутить. Ну ты классно раскрутил, я видел, я все заснял. Рахмет, да, будем. Было классно, но я не ожидал, честно говоря. Темные лошадки, они такие. Ага. Я вообще марафонец, поэтому для меня это, конечно, короткая дистанция. Да. На марафоне рисинг сколько? 2:28. 2:28? Ты кто? Ты кто вообще? Кто? Бывает иногда и на старуху прорух. Ты случайно не профик? Не, я любитель, я вообще спортивным ориентированием занимаюсь, но иногда бегаю и шоссе. Марафон 2:28. 2:28, да. Бля. Ну ты я себе так сказать. Ну что, кайф. Не каждый может так пробежать. Ну, может быть. Как А это? у тебя сегодня первый опыт, ну, на 3000. Слушай, 3 никогда не бегал в манеже. Ну, именно соревнования, да. На тренировках бегал, в соревнованиях нет ни разу. Первый раз, да. Что, как тебе опыт? Слушай, класс. Прям, бежишь, когда есть ребята сильные, ничего делать не надо, просто бежишь за ними. Ладно, допустим, у тебя есть выбор, либо марафон, либо трешка. Какую выберешь? Не, ну марафон, конечно, там интереснее. Ну почему так столько страдать? Ну, в марафоне ты себя проверяешь, то есть кто кого. Вот. Трешка тоже, конечно, хорошая проверка, но быстро. Быстро заканчивается, да, заплатил деньги, кончились очень быстро. Хорошо, а ты сам с Астаны, да? Нет, я сам из города Тольятти, из России. Вот, а здесь, в Казахстане, вот год. Тренирую ребят, и сам бегаю. Ты тренируешь? Тренирую ребят, да, бег с удовольствием, команда у меня как раз. А, ты тренер? Да, бег с удовольствием. Играющий тренер? Да, когда приходится показывать примером, как это нужно делать. Ну ты сам в прошлом профиком никогда не я был любителем, да, до юниорского возраста, я даже в сборной России был, по ориентированию. Вот, но на профика, конечно, никогда не было. То есть там, половинка у меня 1:10, вот марафон 2:28, это крепкий любитель. Такой прям хороший любитель. Здесь любитель? Они сейчас бешеные любители, и по 2:20 бегают. Ну все, хорош, поздравляю. Спасибо, да. Хорош. Екінші орын. Жайелі үшінші орын. Сонымен бүгін эстафета басталғалы жатыр. Вот они, главные звезды. Просто молодцы. Как он бежит, а? Не деген жүгіріс мынау. Құлап қалма, жатқау, құлап қалмашы. Құладау. Финиш. Кетті. Ай, керемет. Эстафета басталды. Ой, қандай жүгіріс мынау, қандай жүгіріс. Беретін уақыты. Қандай жылдамдық, қандай әрі қашықтық. Эсен Ранин кетті бірінші, екінші база бега. Үшінші Ран Репаблик. Төртінші Лайтлейк. База бега. Әрі қашықтықты азайып келеді. Бұл деген тактика. Қалай жүгіріп келе жатыр. Ну ты пушка, конечно, пушка. Бірақ басты жарыс. Вот они, победители сегодняшнего дня. А этот кто ставил тактику? У нас
Тактикой мы ее придерживаемся. Ну, честно сказать, ребята крутые просто. Вот Малика первый этап дотянула. Парни бежала там. Алан просто вырвал. Просто вытащил. Метров 30 вырвал. Ксения удержала. А мне нужно было просто добежать. Сонымен қаншасыншы келдің сен? Бірінші келдік біздер. Бірінші? Иә. Қалай бірінші? Это соңғы этапта бірінші келдік қой. Соңғы этапта? Аяқтады бірінші осы неде, екінші. Жаңа қызыл бірінші келген жоқ па? Таза бірінші келдік. Иә? Сен екінші. Получается екінші. Бірақ ішкі жан дүниемде бірінші деші. Сіздердің этаптарыңыз қалай өтті? Мен этапым қиын болды. Ана жерде өзім дорожкамен, потом подстраиваешься ана жерге қарай. Өз дорожкаңа түскенше тоже қорқыныш болды. Енді қазір общий уақытты санап ең үздіктерін алып шығады ғой, да? Солай, дәл солай. Қаяқтан береді десяте? Құлақ қалмаңдар, ай! Ой, құдай-ай, құдай-ай! Ой-ой-ой! Просто пушка! Пушка! Қашықтық қандай? Міне артында жүгіріп келе жатыр. Мінекей! Өте тартысты финиш болды. Өте. Брат, сен емес па жаңағы? Сен қақ кетті ма? Қандай жағдай болды? Келе жатып, қасында келе жатты да. Иә. Қолменен настроился на этот передачаға. Иә. И келді да білмеймін қалдым, сырып өтті. Мен негізі қолымды қатып тұрған нәрсе. Аны бұл этика бойынша, білмеймін, спортивный этикаға жатпайды сияқты меніңше. Енді ол әтейі соқты деп ойлайсың ба сен? Енді қайдан білесің, ол да бірінші келе жатыр да. Әдейі соққан сияқты ба білмеймін енді, бірақ қағып жерді. Болған солай болды енді. Атак негізі соңында қандай орынмен келдіңдер? Бірінші орында келе жатқанбыз. Қаншалықты әсерін тигізді деген ғой жаңа таяқтың құлап кетуі? Енді мен командам хоккейдің екінші. Бірінші орын алатын едік. Сөзсіз бірінші орын алатын едік. Бірінші орында келе жаттық. Мына қақпағанда бір алатын едік деп ойлаймын. Бірақ финишқа қаншасыншы болып келдіңдер жаңа? Прям үшінші болып келдік. Үшінші? Мен төртіншіге атқанда жетіп алдым соңында. Оның өзі жетістік деп айтсақ болады. Жәреге қаққаны команданың кейінгі эстафеталық командаларына уже моральды түрде түсіп қалды. Әсерін тигізді. Әрине, өте орынсыз жағдай. Енді жәреге осы ұйымдастырушылар тарапынан қараса, әділетті болуын. Егер шынайы қақпай кешім сауатса, оны басқа сөйледі. Егер де әдейі қақса, онда ол спорттық неге жатпайды. Әділетсіз бұл спорттық мотивация бір-бірін сыйлау керек деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде анықтай алмайтын секілді оны. Видео бар ғой түсіріп жатыр. Оны бала тексеріп көрерміз соңында. Сәттілік. Что там, Нурла? Тройку рискнул, не пошло. Ладно, это бәрі не сұлтау. Кеше аяғым не салам, сапар жүрмейді. Үшінші километр. Просто счет себе не пришел. Қазір көрем, үйрған балдар мықты. Сразу я выхожу, все. Все, давай, сәттілік. Давай. Первому. Что? По первому, засекаю минуту, сюда прихожу, говорю, отсечки 30, 20. Финишировали и сразу сюда идем. Старт будет дан через минуту. Сонымен қазір старт берілді. Бұл гонка на критериям, яғни жігіттер 300 метр жүгіреді, 1 минут демалады, яғни ана финишқа жеткеннен кейін қайтадан бастап орынға келеді, 1 минуттан кейін қайтадан финиш старт уақыты берілетін болады. Өте қызықты, яғни әр айналым сайын бір адамнан шығып отыратын болады, сондай бір қызықты жарыс. Бұл енді өте тактикалық тұрғыдан қарайтын жарыс, өйткені бұл жақта соңына дейін бірінші келу міндет емес, міндет соңғы келіп қалмау. Бәрекелді.
Мінекей. Енді барлығы қазір қайтадан старттың орнына қарай жүгіріп барады. Яғни 1 минут демалады да қайтадан старт беріледі. Қалай, Ереке, қалыңыз қалай? Да, демалып үлгеріңіздер. Aferin. Alman, cool with always giving 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. So қалай, демалып үлгеріп жатырсың ба? Пойдет? Пойдет? Демалып үлгеріп жатырсың ба? Иә. Осында жағалайды. Сүрінулер болмаса нормально. Неки? Финиш болды. Қайтадан 30 секунд қалды. Терең демалыңдар. Бәрекелді, кетті. Они не стали, Қалып кеткен бар ма? Қалай, брат, демалып үлгермедің ба? Қалай болды? Критериум жайлы айтшы, брат, қандай сезім алдың мына жарыстан? Өте қызық сырттан қарағанда. Бұған көп дайындық керек. Иә. Оңай емес. Тактика керек па? Тактика керек. Жақсы. 30 секунд. Форматта бірінші рет қатысып жатырсың ба? Бірінші рет. Жақсы, сәттілік онда. Давай. Сонымен бізде қалған қатысушылар саны так 6 адам қалыпты. 6-ның барлығы мықты негізі. Бірінен бір қалып тұрған жоқ. Сен тұр, мен атайын деген желаяқтар бұлар. Бәрекелді. Ай, пауызса, ласа сөз айтпаймыз. Бәрекелді, кетті. Не деген, эмоцияға толы жарыс болып жатыр мынау. Көрдіңіздер ғой, Ерекен қалай суырып шықты ортасынан. Қалай шықты. Ереке, бір уайымдатқызып жібердіңіз енді. Хорош. Пятый нас покидает спортсмен под номером 6. Даулет Кабакен, Ранкабабли. Давайте поблагодарим друзья. Ең алпауыттар ғана қалды. Ең жылдамдары. 3, 2, 1. Болып кетті. Али қалып келе жатыр. Алау. Бірінші орында Әкім Мырза. Екінші орында Ерке Бұлан жүгіріп келе жатыр. Али үшінші орынға ағысты. Біздің Ереке, Атыраудан келген Ерекеміз кішкене қалың қырап келе жатқан секілді. Менің камерам кішкене дұрыс жұмыс істемей жатыр. Бәрекелді. Тағы да тартысты финиш. Ой, шорт. Мен түсіріп үлгермедім. Мынау покет деген. Покет. Көңілді қалдырып атыр. Әкім Мырза, бұл қалай болғаны бұл? Без комментариев. Мен ойлаймын, бірінші орынға алып келе ма деді. Бірақ енді бақ шабама, бап шабама өп тұр ғой бұл жерде.
Әзірге мына үш жігіттің бағы да, бабы да шауып тұр. Тактиканы да өте қолайлы қолданып жатыр. Көреміз қазір. Кетті. Бұл енді топ үштік. Екі адам қалғанша бұл жерде соңғы келмеу ғой ең басты мақсат. Қалай жүгірсең олай жүгір, бірақ соңғы келіп қалмау керек. Бұл жердегі тактика тек қана сондай. Қазір біз мына жерден финишный разборка дейді ғой, соны көреміз қазір. Эсен раннинг қалды. Бұл жерде Алау мен Western Runners қалды. Яғни Атырау және де Алматы. Хорош. Семей қаласы Эсен раннинг тим. Қошеметтеп қояды достар. Сұрақ қоймаймыз. Мазасын алмаймыз, өйткені соңғы айналым максимально қалыпқа келу керек, демалу керек. Ана жақта Али тіпті есінен танып жатыр. Бұл деген нокаут па? Әлде нокдаун ба? Нокдаун екен. Али есіңді жи. Старттың басталуына 10 секунд қалды. Кетті. Алидің жүгіргісі жоқ. Болды, все. Понятно бұл жерде кім қалай келетіні. Все тут уже понятно. Бірақ енді дегенмен Алида жел аяқ жауынгер деп айтуға болады. Соңына дейін күресті және де үздік үшке кірді. Бірақ біздің 40 жасқа келген ардагер жел аяғымыз Еркебұлан Аташев тістеніп тұрып, характер көрсетіп, бар жылдамдығын салып, бар күшін салып, жүгіріп келе жатқан жайы бар. Керемет. Міне таза жеңімпаз финишқа жетті. Қолдау көрсетейік. Міне. Алина Шапалақ сенің ол. Мына қолдау саған арналады. Неге қолдау болса тек осындай болсын. Керемет. Ереке қаншалықты ауыр, қаншалықты жеңіл болды мына жарыс? Бәріңізге сәлем. Бүгінгі Индор Ран Астана үлкен рахмет қолдаушыларына, демеушілерге. Бүгін мейл жүгіргенде Қытай запас, может мен алған барын, қалдырған барын. Қазір критериумды басында 5-6 басында 5-6 нелер 300 метрға қиын болды. Артында алар уже. Қарсылықтан шаршады, сразу белгілі болды уже деген. Ар жағында оңай болды бәрі. Біріншіден семьямға рахмет, осындағы. Екіншіден тренер Орманғали Данияға рахмет. Енді андай қолдау тұрғанда жеңбеске қайтесің? Иә, мен семьям бәрі келді, осы жерде жолдасым бар, қызым бар, балам бар. Бәрі қолдау отыр. Папаға қандай қолдау көрсеттің? Бірінші орын. Бәрекелді. Молодец. Молодец. Рахмет сіздерге, достар. Достар сіздерге, Алла разы болсын. Сонымен достар, бүгінгі жарыс мәресіне жетті. Ең соңғы жарыс өтті, яғни гонка на критериум. Бірінші орында алған Еркебұлан Аташев, екінші орында Али. Алау
жүгіру клубы, және де 3-ші орында SN Running Team, SN Running Team, Еркебұлан 3-ші келді. Неге қатыспадың? Критерияға 3 километр дайындалған. Критерияға біздің команда Еркебұлан қатысты. 3 километр қандай уақытпен келдің сен айтпақшы? 9:27. Финишта 3 километр 9:27 минутта келдім. Өзім лешекте 1 секунд тек қана. 3-ші келдім. Фиништің алдында соңғы 1 метр қалған кезде қасымнан өтіп кетті, қарсыласым. Тек 20 миллисекунд қатылғам. Өзім қателігім енді. Фиништің алдында расслабон ұстап қойған. Ничего страшного. Бірінші старт. Осында манежде көптен бері жүгірмедім. Бір 2 жыл, 3 жыл болған шығар қатыспағаныма. Сондықтан өзіме Копаранға қатыспаймын. Алдағы уақытта көктемгі Алматы халқы марафонға қатысам. Сол жаққа дайындаламын. Жоқ, ол жақта 10 километр дайындаламын берсе. Немесе Егеденге шығу мүмкінбіз. Егеде бір жолы Енді бұл жолы Егеленде ешқандай қателіксіз. Бұл жолы трассаны жаттаймыз, дұрыстап. Бұл жолы трассының бәрін қараймыз. Ондай қателікте орын алмайды. Қарсыластарымызға айтамыз, дайындалыңдар, дұрыстап. Енді ондай жеңіл ұтып кету болмайды деп айтамын. Өзім келіп тағы инструктаж өткізейін ба? Болады. Пастық падеда сіз шақырамыз. Достар, жаңа бірінші орын База Бега деп айтқанмын, бірақ мен қателесіп. Себебі Run Republic бүгін жалпы турнирдің рекордын орнатыпты. Сол себепті бүгінгі күннің жеңімпаздары және де басты қаһармандар деп айтсақ болады. Run Republic және де 2-ші орында База Бега. 3-ші орында кім? Athletic Family. Және де бізбен бірге Майстарт, Ержан, өзіңіз бір-екі ауыз сөз туда-сюда. Бүгінгі шара өте жоғары деңгейде өтті. Run Republic жүгіру клубына және оның негізін қалаушы Сұлтанға көп рахмет. Және Желаяқ жобасына үлкен алғыс білдіргіміз келеді. Алматыдан келіп, Астанада болатын іс-шаралардың түсіріп, жарнамалап, халыққа жеткізіп, Алматының аудиториясын жеткізген сіздерге көп рахмет. Келесі жылы Indoor Run Астанаға Алматыдан бұдан да көп қатысушылар келеді деп үміттенеміз. Және де бұдан да мықты демеушілер болады деп, жүлде қоры бұдан да көп болады деп ойлаймыз. Бұның барлығы бұқаралық спортты дамытудың жолдары. Бәріміз бір болып, осындай іс-шараларды қолдап, әрдайым қолпаштап жүруіміз керек. Барлықтарыңызға рахмет. Алтын сөздер. Ну как, Султан, как все прошло? Прошло, по-моему, замечательно, хорошо. Я думаю, что да, удалось. А никаких там факапов не было? Были там пару вопросов у нас на 3000 метров по кругам, но разобрались, все нормально. И на эстафете, по-моему, но, как главный судья сказал, что все было в рамках правил, поэтому протестов сразу прям не было. Были после, но по словам судьи, то есть все объективно. По правилам. Все четко прошло. Всем понравилось, Спасибо. У всех настроение, все офигенное. Желаю вам удачи и в следующем году набирали еще больше аудиторию. Да. Все, рахмет. Вам рахмет за приезд. Бірге Желаяқ, Индор Астана және де Run Republic. Рахмет. Сонымен достар, бүгінгі жарыс өз мәресіне жетті. Бүгінгі жарыс өте қызықты болды, тартысты болды. Және де ұйымдастырушылық тарапы өте жаңағы қалай айтсам болады. Орысша айтқанда барлығы четко болды, ешқандай қателіксіз. Арасында кішкене бірең-сараң моменттер болды, бірақ оның өзін әдемі түрде жауып кетті. Енді келесі жылы осы жаққа тағы да келеміз деген үміттеміз, және де келесі жылы осы Астана Индор үлкен аудитория жинайды деген үлкен сенімдеміз. Себебі ұйымдастырушылық және де әр моменттерге көңіл бөлу
ең жоғарғы дәрежеде. Тек қана сәттілік, барлығына рахмет. Комментарий жазыңыздар, егер де тағы да өздеріңіздің ұсыныстарыңыз болып жатса, жаза кетіңіздер, біз оны әрдайым ескере жүреміз. Сіздермен бірге болған Желаяқ, Нұрсұлтан және де камераның артында Али Қызай. Бай.